Күнделіктер адамның жан серігі болып кетеді екен. Осы күнделіктердің ішінде баяғы жастық шақтан басталған бүгінге дейін жалғасып келе жатыр. Күллі өмірімнің оқиғалары, күллі өмірімнің тарихы осы күнделіктердің бетінде жатыр. Міне ол біздің фильміміздің кейіпкері Қайсар Әлім. Бар өмірін журналистика мен жазушылыққа арнаған ардагер. Жемісті еңбекке толы ұзақ ғұмырында Қайсар Әлім осы салада көрнекті мамандардың біріне айналды. Бірақ бұл мақтау емес, өз ісінің қас шебері туралы шын жүректен айтылған лебіз. Ол өзінің кім екенін, нақты істері, осы салада қол жеткізген табыстар арқылы дәлелдеп берді. Бір күн күнделігім түртпесем, аспаттағандай болады. Ал өткен әр күніңде сенің ғана емес, отбасыңның, еліңнің, отаныңның тынысы аңғарылып жататындай. Адамдардың мінезі, қуанышы, болашаққа деген арман, үміті бәрі ол күнделік беттерінде қаттала береді екен. Кішіпейілді ақ жарқын азамат, әр түрлі тақырыпқа арналған, алуан тәсілмен жазылған байыпты да қызықты хикаяттар мен әңгімелерден, естеліктерден тұратын 36 кітаптың авторы. Ал егер новеллалар, очерктер, эсселер, басқа да сан қилы жанрларда жазылған толып жатқан журналистік еңбектерін есепке алсақ, тағы да ондаған кітап құрар еді. Сонымен қатар Қайсар Әлім Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасы президенті сыйлығының лауреаты, Қазақстан журналистика академиясының академигі, осы академияның алтын жұлдызын иеленген, республикалық алтын қалам конкурсының жүлдегері. Сондай-ақ ол халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі, ұлт мақтанышы құрметті атағының иегері, халықаралық құрмет белгісі орденімен, бірнеше медальдармен марапатталған. Ол Қазақстан жазушылар одағының және халықаралық жазушылар одағының мүшесі, Жангелдин ауданының құрметті азаматы. Дарын әртүрлі уақыт, әр салаға беріледі. Әркім өзінің таңдаған мамандығын терең түсінген, терең ойшыл азаматтар өз саласының дарынды ретінде көзге түсе бастайды. Сол журналистика саласында дарындықтың бір шамалы биіктерінде жеткізіп жүрген азаматымыздың бірі Қайсар Әлім. Өткен ғасырларды еске ала отырып, келесі 21-ші ғасырда қандай болу керек үлкен ой тастаған еліміздің басшысы Нұрекең халықаралық конкурс жариялау керек. 30-40 елден 50-60-тай жобалар түсірді. Соны жапондық үлкен дүниежүзіне белгілі сәулетші Кишо Курокава бірінші орынға ие болды. Соған ең алғашқы репортаждар Астанада болып жатқан сол конкурстар жөнінде, сол қандай мамандар қатысқан жөнінде Қайсар Әлімнің хабарлары баспасөз артында халыққа жетіп жатты. Журналистік қаламгерлік өмірімнің үлкен бір жетістігіне санайтын бір оқиға ол қазақтың тұңғыш ғарышкері Батыр ұлы Тоқтар Әубәкіровті 1991 жылдың 10 қазанында Арқалықтан 44 шақырым жерде күтіп алуым еді. Олар жаңғы ұшпаған 3 ғарышкер, шетелдік 2 бар. Ертеңіне 11 қазанда Егемен Қазақстанның алғашқы бетіне Тоқтарлар Торғай жерінде деген сүйінші репортажым жарық көрді. Газеттің Торғай облысындағы меншікті тілшісі ретінде
осындай сирек оқиғаның басы қасында болуымды мен әркез тағдырымның үлкен бір сый ретінде қабылдаймын. Зымырап өтіп жатқан заман-ай. Халқымыздың көрнекті ақыны Ғафу Қайырбекпен бірге сапар шегіп келе жатып, Қазақстан мемлекетінің тәуелсіздігі мен егемендігі туралы заң қабылданғанын естігені күні кеше ғана сияқты еді. Сол кезде олар қуаныштан төгілген көз жасын жасырмастан бірін-бірі құшақтап, жол жөнекей кездескен жерлестен шын жүректен құттықтаудан шалыққан жоқ. Кейіпкеріміз қазақ халқынан шыққан алғашқы ғарышкер Тоқтар Әубәкіровті қарсы алған делегацияның құрамында болып, журналист ретінде тұңғыш сұхбат жүргізгенде кеше ғана секілді. Содан бері бір емес, бірнеше 10 жылдық өтіп кеткен екен-ау. Жылдар жылжып өтіп жатыр. Қазақтың тұңғыш ғарышкермен достығы үзілген емес. Қазақстан халқының жас ұрпағына патриоттық тәрбие беруді екеуі қатар жалғастырып келеді. Екі жазушы отыр. Сонымен біріншіден өзіңізге рахмет айтқым келіп отыр. Көп кісілер күтіп те жүр мынандай кітаптарды. Бұны 8-ші том дейді, Қайсар Әлімнің. Осының ішінде мынандай менің біраз дағдырымның оқиғасын айтып беріпсіз. Мінекей, Тоқтарлар Торғай жерінде деген егемен Қазақстандағы мақала 11 қазан күні 1991 жылдың шығарылды. Сонда мен сұрақты былай қойдым. Тоқтар Оңғарбайұлы, сіз ғарышқа аттанар алдында Мәди бабамның Қарқаралы әнін ғарышта шырқаймын деп уәде берген болатынсыз. Сол әнді шырқай алдыңыз ба дедім. Мысалы, Қаракесек әнінен биік жоқ деп жазып жүр. Сол кезде де жазып. Қаракесектің әні Тоқтар тіпті айғайлап айтпаса да, ол Мәди атасын есіне алды, сыйынды. Соған әннің бір үні құлағына келді. Ғарыштың азан үні келгенде ғарышкерлер айтып жүр ғой, құлаққа азан үні келген. Сондай үнмен үндескен бір Мәдидің әні ғарышқа ең биік аспандаған, ең биік әлемдік деңгейге жеткен ән деп есептеймін. Сіздің мына осындай сол кезде адамгершілігіңізді, сізді мынау профессионал жағынан сіз енді өзіңіздің сөздеріңіз міне сол кезде қандай мықты сұрақтар қойғаныңызға мен өте ризамын. Сонымен ризашылығымды білдіріп жатқаным. Сіз келіп маған есіме түсірдіңіз. Қандай уақыт болған екен, қандай жағдай болған екен. Соны бәрін еске міне кешегідей болып мені сол жаққа қарай қайтадан қайтардыңыз. Соған мың рахмет. Сонымен риза болғандықтан сізге осындай жақсы тілектерді айтып жатырмын. Қайсар Әлімнің басты ерекшелігі кәсіби саладағы алғашқы қадамдарынан бастап-ақ шынайы қызықты тақырыптарды тап басып танитыны және сан түрлі нұсқада көре білетіні болатын. Соның бәрін оқырмандарға дер кезінде біліктілік пен көркем түрде ұсынады. Шындап келгенде оның шынайы тақырыптарды сезе білуі тек қана кәсіби танымнан туындамайды. Бұл оның тумысынан біткен қасиеті. Керек десеңіз азаматтық ұстанымы. Өйткені ол кезекті тақырыпқа журналистік көзқараспен ғана емес, ең алдымен туған жерін жан жүрегімен сүйетін азамат әрі патриот ретінде қарайды. Осы қасиеттердің бәрі ұштаса келгенде, Қайсар Әлімнің шығармалары терең де мәнді рухани мағынаға ие болып, әсем де тартымды түрде беріледі. Сондықтан да оның шығармалары оқырман қиялын әр саққа жүгіртіп, терең ойға шомуға жетелейді. Осы айтылған жайттерге куә ретінде мұңлы сапар деп аталатын отан сүйгіштік ойларға толы кітапты атауға болады. Бұл қазақ халқының ұлы перзенті Міржақып Дулатовтың сүйегін отанына алып қайтуға арналған туынды. Менің ойымша, бұл мұңлы сапар
шынында да мұңлы сапар ғой. Қайсар әлімге үлкен ерекше бір әсер еткен. Біріншіден мына өзі Міржақыптың айдауда жатқан жерлерді көріп, қабірінде оны алып келу, сүйегін алып келудің басқасында түнегенде де жаңағы табыт мәшиненің ішінде ғой. Өзі Қайсар әлім өзі де жазады соны, Міржақыптың рухы елестелді деп маған. Сол үлкен тәжірибе, рухани тәжірибе. Бұл ізсіз қалмады. Қайсар әлім содан кейін мына Міржақып тану және де Міржақыптың шығармашылығын, өмір жолын зерттеу, насихаттау жолында үлкен жетістіктерге жеткен. Міржақып Дулатовтың «Оян қазақ» деп аталатын өлеңі жан дүниесіне серпіліс беріп, ақ ұрпақтың ұлтжандылығына тәнті болған Қайсар әлім қазақтың әр баласы үшін қымбат та тебіреністі Алашорда тақырыбына бой ұра бастады. Кейіпкеріміз содан бері Қазақстан тарихындағы ақтаңдақтардың ақиқатын анықтау мәселесімен белсенді түрде шұғылданып жүрген қоғам қайраткерлері мен патриоттардың бірі. Бақытына орай Қайсар әлім осынау қиын да күрделі жұмыс барысында жан аямай еңбек етер сенімді серік тапты. Ол қазақ халқының аса көрнекті саяси қайраткері, Алаш қозғалысы көсемдерінің бірі Міржақып Дулатовтың туған қызы болатын. Екеуі Гүлнәр Дулатова өмірден озғанға дейін тізе қоса еңбек етті. Өткен ғасырдың халқымыз үшін ойранға толы 30-шы жылдарына қатысты ақтаңдақтарды аршып, еліміздің бостандығы үшін өмірін қиған боздақтарды тарих тұңғиығынан суырып алып, төрге шығару жолында қашымай талмай терін төкті. Гүлнәр апайдың менің есімде қалатын себебі әкеге деген аманатын орындауы деп айтсам керек. Ал ол аманаттың артында ұлтты сүю, халықты сүю көріністері жатыр. Егер ойлаймын, Гүлнәр апай әкесінің ақталғанын көрмей кеткенде, сол кісіден өткен бақытсыз адам болмас деп. Ал Гүлнәр апайдың бақыты әкесінің ақталғанын көрді. Әкесі ақталғаннан кейін күллі алаш арыстарының өмірін ақ қағазға шежіре етіп түсірді. Осындай ұрпағына тастаған өлшеусіз еңбегінің нәтижесінде Гүлнәр апай о дүниеге ең бақытты адамдардың бірі болып аттанған сияқты болып көрінеді. Өмір керуен толассыз жылжи бермек. Кейіпкеріміз бір кітаптан кейін екіншісін қолға алып, уақыты жеткенде оны да тәмамдап, шығармашылық еңбектен бас алған жоқ. Әр туындысын аяқтаған сайын бойына қуат, жанына жігер беретін қайнар бұлағы туған жеріне оралып рухани күш жинап қайтады. Туған топырақтан артық қандай күш қуат көзі болуы мүмкін. Ол да сонау 1947 жылы 9 қаңтарда әкесі Әлім мен анасы Бодайдың отбасындағы шиеттей балалардың ең кішісі болып өмірге келген туған ауылына үнемі сағынышпен оралады. Туған жердің тұңғыш ауасын осында жұтып, анасының ақ сүтін алғаш рет осы қыз белде татып еді.
Адам өзінің туған жерімен әрқашан мақтанады. Менің де жүрегімде мақтаныш сезімін ұялататын туған жерім бар. Ол менің Қызбелім. Қызбел десе Қызбел, сол Қызбелдің баурайында қаншама тарихи оқиғалар болып, сол Қызбелдің баурайында қаншама тағдырдың тәлкегіне қатысты оқиғалар өтті. Бәріне тарих куә. Ал енді Қызбелім туралы айтқанда, әрине сол өңірден шыққан атақты тұлғалар ауызға бірінші оралады. Қайсар әлім туып өскен қасиетті торғай топырағы қазақ даласының кез келген пұшпағы тәрізді елім деп еңіреп өткен талай-талай тау тұлғалы ерлерді өмірге әкелді. Солардың қатарында Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынов, Өтей Батыр, Сейдазым Қадырбаев, Әлмағамбет Қасымов, Ғафу Қайырбеков, Әнуар Боранбаев, Асқар Зәкәрин тәрізді көптеген тұлғаларды атауға болады. Рухани байлығы қойнына сыймай тасып төгілген осынау киелі топырақтан соншама танымал тұлғаның шыққанына таң қалуға болмайды. Қайсар әлім сол азаматтардың қатарына қаламының күшімен ілікті. Неткен байтақ, неткен ұлы жер едің, нендей күйге жүрегімді бөледің. Сенде тудым, сенде өстім мен, сенде өлсем, арманым жоқ бұл дүнияда дер едім. Оларға алтын бесік туған жер, қадіріңді келсем білмей кеше көр. Соғыстан кейінгі жылдарда ағайыншылық өте жақсы болды. Ақсақалдар ықпалды болды. Сол кезде біз жетімдік көрген жоқпыз. Қайсардың бір есімде қалғаны, мен Қайсардың үйінде, мен енді 14-15 жас кешінде сол тұрмаға атқа мінемін. Сол бір күні шешеміз айтты, биені қайырып келіңіздер деп, кел деп. Ол аға мен барайын деді. Қайсар 7 жастағы бала, жарайды барсаң бар дедім. Мен жалаң аяқ кетіп баратыр едім, Қайсар аяғыңа киім ки. Жоқ аға ештеңе қылмайды деп шауып кетті. Жыларман болып келді, екі аяқтың бәрі, табанның бәрі қан, шөңге кірген. Соны аға сіздің айтқаныңызды тыңдамап едім, мынандай болды, аяғым, бірақ соны барып келдім деді. Сонда мен түсіндім, қарасам табандардың бәрі қанған. Анау менің айтқанымды тыңдамағанына өкінді, бірақ соған қайтып келмей, биені қайырып алып келді. Міне сондай бір ситуация болды. Шынымен солай болатын. Адам болар баланы айдарынан танимын дегендей, болашақ қаламгердің кейбір белгілері бала кезінен ақ байқалатын. Бала Қайсар ер мінезді, көздеген мақсатына жетпей қоймайтын, табанды болып өсті. Есейген кезде алдағы өмір жолы қандай болатыны басқаға беймәлім болса да өз көкірегінде сайрап жатқан. Өмір жолындағы әр қилы кезеңдерге арнап, үнемі қиын да күрделі межелерді жоспарлайтын, және сол биіктерге жетпей тынбайтын. Қызығы мен шыжығы жетіп артылатын журналистік және жазушылық ғұмырында осы қасиеттері оны жеңістерге жетеледі. Дегенмен, шығармашылық ізденістер мен қат-қабат тарих қатпарларын қопару барысында алқынып, барлығып қалатын кездерде болып тұратын. Осындай тар кезеңдер мен қиын сәттерден жігерін жанып, намысын қамшылап отырып өте шығуды әдетке айналдырды. Кітап жаза ма, мақала дайындай ма, немесе басқа да шығармашылық істермен шұғылдана ма, қайткен күнде де қолға алған істі абыроймен аяқтай білетін
тындырымды азамат. Өмірдегі ең асыл бейне ана бейнесі ғой. Осы жазу сызу жағдайында күллі ғұмырымызда кез келген бір жазуды қолыма алсам, қолыма қаламсап ұстасам, көз алдыма анам елестейді алдымен. Анан ойлаған дұрыс, ол кез келген пенденің пешенесіне бұйырған бақыт. Осы жерде мынандай бір жайды айтқым келеді. 27 жасымда облыстық газеттің тілшісі болып жүрген кезім, анам қатты ауырып, анамның басында болдым. Сонда соңғы рет анамның айтқан сөзі мынау болды. Қара ботам, қаламсабыңды тастама, қаламсабыңды тастама деді. Жан серігі қаламы оны ешқашан алдаған емес. Жыл санап шеберлігі ұштала түсті. Бұл орайда оған анасының өсиеті бағытынан жаңылса бағдар түзер темір қазық жұлдызындай болды. 1961 жылы 7 қыркүйекте аудандық газетте алғашқы мақаласы шыққанда 8 сыныпта оқитын. Содан бері Қазақстанда кең танымал Егемен Қазақстан, Ана тілі, Қостанай таңы тәрізді газеттерде мақалалар басылып, жазушы Жалын, Қазақстан, Қайнар, Фолиант баспаларынан кітаптары шығып жатты. Ол тура мағынасында қаламын ғұмырлық серік еткен азамат. Ғибратты ғұмыр кешіп, артына өшпес із қалдырған адамдармен таныстырып, алдынан сиқырлы көкжиек ашқанда сол қаламы. Енді жақындадым ба дегенде одан әрі сырылып, бірден бірге кеңейе беретін көкжиекке жетемін деген талпынысы ешқашан толастаған емес. Қызығы мен шыжығы қатар жүретін жазушылық ғұмырында тапқан ең үлкен жетістігі оқырмандарының ризашылығымен шын жүректен шыққан жылы лебізі. Олар жазушыдан үнемі жан азығы жаңа шығармалар күтеді. Жан отың бар, маздағыңды жалғаған, қанатың бар, кеңістікке самғаған, Міржақыптың сағындырған сүйегін Карелиядан әкелгенде талмаған, қазағына қауыштырып аруағын, Міржақыптың оралуын толғадың, ұлы рухты оятқандай болдың ау, алдан азат туған кезде арда күн. Құрметтеймін, үрметтеймін өз басым, білем сендік мейірімнің тозбасын, әзағаң мен сыр шертіскен хаттарай, сыйластықпен шырайлаған сөз нәшін. Сырбай ғафу, ғафу сырбай қос ақын, торға елі сан бәйгеге қосатын, өзің едің аңсап жетсе алыстан, туған жерде ынтызармен тосатын. Қайсар аға, жайсаң аға десемші, бабы кемел байсал аға десемші, бауырмалдық бекзаттығын аялап, бізге сірә ой сал аға десемші. Қайсар аға, қамқор аға, қажаға, әстемені бөтеніңі балама, қызгер атпен сайрандасақ шіркін-ай, барсаң ертіп қыз беліңе сағаға. Алтын десе алтындайын жеңешем, жеңешеммен әмсе бірге бол есен, жеңешемді жақсы көріп қарасаң, жанар көзің жарқылдайды ересен. Бар сырыңды айталам ба жан көкем, бар шыныммен мен несіне әуретем, абыздар жоқ, абыздардың сарқыты, Қайсар ағам болғанына тәубетем. Біздің кейіпкеріміз Қазақстанның ақ таңдақтары деп аталатын күрделі тақырыптан бір сәтте ауытқыған емес. Бұл жұмысқа күнделікті тірлік пен ағымдағы міндеттер де кедергі келтіре алмады. Шамасы ондай ауқымды тақырыпқа бір рет барған адам бар өмірін соған арнайтын болса керек. Сөйтіп Қайсар Әлім қазақ халқының тағы бір қаһарманы, 20 ғасырдың бас кезіндегі ұлт азаттық қозғалысы көсемдерінің бірі, Кейкі Батырдың бас сүйегін елге әкелуге белсенділікпен ат салысты.
Қазақстанның шынайы патриоттары табандылықпен жүргізген бұл жұмыс нәтижелі аяқталып, Кейкі батырдың бас сүйегі елге әкелінді. Ұрпақтары батыр бабасына алғыс айта отырып туған топырағына қайтадан жерледі. Осындай тебіреністі сәтте де кейіпкеріміз кішіпейілдіктен танған емес. Өмір бойғы әдетімен кадр сыртында қала береді. Жан жүрегін кернеген тебіреніс сезіміне елтіп, сырттай бақылап тұр. Бұл еліміздің еркіндік үшін құрбан болған бабалар алдындағы парызын өтеген ұрпақтың қуанышты сезімі. Кейкі Көкембайұлының бас сүйегінің 93 жылдан кейін туған жеріне, топырағына табысталуы бұл тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің үлкен тарихи шежіресіне кіретін оқиға деп білемін. Бұл жылдардың арасында Кейкі батырдың бас сүйегін әкелу туралы көптеген әңгімелер болды. Ал Кейкінің тарихын жазу біздің егемен Қазақстан газетінің де өзіндік үлесіне тиді. Сол газеттің Торғай облысындағы меншікті тілшісі ретінде Кейкі Көкембайұлының ерлігі жөнінде алғашқы мақалаларды жазуға мен де себепкер болған едім. Кейкі бабаның бас сүйегі туған жерге табысталды. Кейкі бабаның рухы таңдан бір жойқын күшпен қайтадан жаңғырғандай болды. Еліміздің тәуелсіздігі үшін Кейкі бабаның рухы мәңгілік жасай беретін болады. Күз айларында баспасөзге жазылу науқанының жағдайымен елге шығатынымыз бар. Сондай бір сапарда Қайсекеңмен сапарлас болдық. Ол Қызылорда облысындағы Сыр еліндегі сапар. Жоспарлаған кездесулеріміз өтіп болысымен Қайсекең маған бір шаруа айтты. Осы жерден еңбекші қазақтың редакциясы орналасқан үйде таба аламыз ба, Міржақып атамыздың табаны тиген жерді көрсек деп. Ол жөнінен сұрағанымызда өкінішке орай ол жер табылмағаны ғимараттың кезінде сүріліп кеткен айтылды. Осы бір жайдың өзінен Қайсар Әлімнің Алаштың ардақтысына деген құрметі ерекше көрініп тұр. Сөйтсем, бәленбай облысқа бөліну мүмкіндігі болған кезде Қайсекең сол Сырдың бойына әдейі барған екен. Міржақыптың табаны тиген жерді көрейін, өзінің ұсталған жері де Қызылорда ғой. Бұл енді елдікті ойлайтын азаматтың тірлігі. Кейіпкеріміздің аса көрнекті жазушы, халықтың өзі махаббат жыршысы деп атап кеткен Әзілхан Нұршайықовтың сүйікті жары Халимаға арнаған шығармаларынан назар аудармауы мүмкін емес еді. Өйткені бұл кезде Қайсардың өзінің де өмір тәжірибесі осынау мәңгілік тақырыпқа зер салуға мүмкіндік беретін. Сәбит Мұқановтың әйгілі Мөлдір махаббат романының кейіпкерлерімен біздің кейіпкеріміз бір ауылдан шыққанда тегін болмаса керек. Қайсар Әлімнің Махаббат жыршысы кітабындағы тұлғалар Қыз Жібек пен Төлеген, Қоз Көрпеш, Баян Сұлу тәрізді халықпен бірге жасап келе жатқан ғашықтық хикаялар мен орыс, батыс, Орта Азия халықтарының ауыз әдебиетіндегі, тіптен бүкіл әлем әдебиетіндегі сондай кейіпкерлермен салыстыра суреттеледі. Әзағанмен менің таныстығым жай бір қарапайым оқырманы болатынмын. Содан Махаббат қызы бұл жылдарды оқып, Әзағанның талантына тамсанып жүргенде, Әзағанға бір сонау Қостанай төрінен хат жазуға тура келді. Ондағы ойым, жас тілшімін, үлкен қаламгерге өзімнің алғашқы бір шығармаларымды сынатып алу үшін, ақыл кеңес алу үшін хат жазайын. Соны Әзағанның кереметтігі жерге тастамай, хат жазып, бағыт бағдар беріп, болашағымнан үміт күтетінін айтып, жазған шығармаларыма көңіл толатынын айтып, мені қанаттандырды ғой. Содан кейін хаттасу жалғаса берді. Содан өмірдің соңғы жылына дейін хаттастық. Менің 34 жыл бойы хаттасып, соның нәтижесінде Махаббат жыршысы деген кірпіштей қалың кітап болып жарыққа шыққан еді. Соның басты
кейіпкері қазақтың белгілі жазушысы Әзілхан Дұршайықов. Осы кітапта Әзілхан екеуміздің бір-біріне жазған хаттарымыз топтастырылған. Негізі әртүрлі мәселелерді қамтығанмен көптеген жерінде осы махаббат мәселесі, адамгершілік, отанды сүю, елге қызмет ету, жалпы адам өзінің өмірінде қандай істің тындырса да сол үлгі боларлықтай етіп, кейінгі ұрпаққа мен отанымды сүйемін дейтін бір отан сүйгіштік ұран тастап кеткендей әсерде қалдыратын Әзілханның ғибратты сөздері бар. Адам қуанышты санап жүрмейді екен, қуаныш күтпеген жерден келеді екен. Бір қиналған сәттеріңді жеңіп, жеңіске жеткеніңде қуаныштар болады. Шынайы махаббат тақырыбына тереңдей түссек, бұл орайда кейіпкеріміздің өз туралы айтпай кетуге болмайды. Оның да өмірлік махаббатын табуы тура ғашықтық жырларда, ақындардың бәйіттерінде, суретшілердің картиналарында, кино туындыларында сипатталатын жәйттерге ұқсайды. Қазақ мемлекеттік университетіне абитуриент болған ол, журналистика факультетіне тапсырып бағын сынап көрген. Басты емтихандардың бәрінен сүрінбей өтіп, күтпеген жерден неміс тілі сынағынан оңбай құлағаны. Достары көңілін көтеріп, серпілпек болған Қайсар, бір күн Алматыдағы балалар және жасөспірімдер театрына барып, спектакль көреді. Сол достарының бірі белгілі қазақ актері Әнуар Боранбаев болғанында айта кетейік. Сол күні театрда олар айдай сұлу 3 қызбен танысады. Тағдырдың тартуы ма, солардың бірі Алтын деген мөлдір қыз, шет тілдер институтының студенті екен және неміс тілі мамандығы бойынша тәлім алатын болып шықты. Жаратқан жалғыздың нығметі неден берілетінін пенде шіркін ешқашан біле алмайтынын Қайсар кейін түсінді. Алла тағала алдымыздан бір есікті тарс жапса, екіншісін айқара ашып қояды екен. Ол үшін болашақ жар Алтынды жолықтырғаны нақ осындай тылсым сырлы жұмбақ болып еді. Енді міне, екеуі 50 жылдан астам уақыттан бері тату тәтті ғұмыр кешіп келеді. Содан бір түйетініміз, махаббат деген жүрек талғамайды екен ғой. Махаббат деген жер талғамайды екен ғой. Сүйе білдің ба, шексіз сүйдің ба, оның шекарасы жоқ екен ғой. Тек адал сүй, нақты сүй, айнымастай боп сүй. Сонда махаббат патшалық құрады екен ғой. Бүгінгі жас ұрпақтың түсінетін іңкәрлікпен өзіне қабылдайтын бір қағидасы осы болса керек. Дәреш, ол театрдан шыққаннан кейін Томбай Молдағалиевтің жаңағы өлеңін өзімнің өлеңімдей қылып алтынға арнағаным бар жаңағы. Осы жол келе жатыр өртеді мені от бөлек, алғашқым махаббатыммен кездестім алғаш бетпе-бет. Жапалақтап жауып тұр, ақшағар жерге жылтылдай, қызыстау оны күліп тұр, алғашқы махаббатындай деп, Тұмағаңның өлеңін өзім шығардым деп, алтынға жаңа мақтана. Анандай өлең шығарған ақынға қызғарамаушы ма еді? Қайсар кейінірек экономистің оқуын тәмамдады. Сосын барып бала кезден арманы болған журналистің оқуына түсті. Бұл кезде ол алғашқыда неліктен жолы болмағанын анық білетін. Қайсар мен Алтын сол күні екеуін жолықтырған Алла тағалаға әлі күнге дейін шын жүректен ризашылық білдіреді. Сол кездесудің нәтижесі мынау: ізетті де тәрбиелі балашаға өсіріп, немере сүйіп отыр. Қайсардың бақыты сонда кәсіпқой маман ретіндегі жетістіктеріне қоса бұл күндер ол бақытты жар, әке,
ата. Жылдар өткен сайын кейіпкеріміз туыстарына, бала-шаға немерелеріне деген махаббаты еселеп арта түскенін тереңірек сезіне түседі. Оларға уақытын көбірек бөлуге тырысады. Өз бойындағы ізгі қасиеттерді ұрпақтарының бойына сіңіруге ұмтылады. Өйткені өз тамырынан өрбіген балалар мен немерелерін әркімде өзінің бұл өмірдегі жалғасы деп есептейді. Сондықтан Қайсар да өз әулетінің келесі буындары алдыңғылардан озық болса деп армандайды. Қайсар Әлімнің журналист әрі жазушы ретінде қол жеткізген мұраттарының арасындағы ең көрнектілерінің бірі оның күнделіктері. Жазушының эпистоларлық жанрдағы толғаныстары тұтас 3 том құрапты. Бұл оның қай тақырыпты қолға алса да егжей-тегжейлі зерттейтінін, қандай істі де ақырына дейін жеткізбей тынбайтын табандылығын көрсетеді. Күллі ғұмырым газет жұмысымен өрнектелді. Газет күйбең тірлігінен босай қалған әрмен өтті. Сол күнделік толтырдым десем артық болмайтын шығар. Енді осында жатқан жазбалардан іріктеп, дамытып, байытып, шығармашылықтың көкжиегін кеңейткеннің арқасында өмірге мінекей мынандай 8 том таңдамалы шығармаларым жарық көрді. Ал енді Қайсардың күнделігі, мен қазақ журналистикасының қара нары Қайсардың өзіне тән күнделігі. Бұл журналистке тән күнделік. Журналистке тән ұқыптылық бар бұнда. Дәлдік бар, принципшілдік бар, көре білу бар. Сосын ойын ашық айтып, түйін жасап отыру бар. Бұл тұтастай өзінің өмірі жайлы күнделік. Мен біріншіден таң қалдым. Бұл Қайсардың жастық шағынан бүгінгі дейінгі өмірі, ол жай күнделік емес, күнмен белгіленіп отырған. Әр күні толтырылып отырған. Ол толтырылғанда келдім, көрдім емес, оқиға. Сол уақыттың тынысы, сол уақытта болған оқиғалар. Қайсардың күнделігі меніңше ешкімге ұқсамайтын, өзіне тән, өзінің орны бар, орын алуға тиіс. Кез келген шыңның өзіне тән қырлары мен сырлары болады. Қайсарға тән ерекшеліктердің бірі, отанымыздың қасіретке толы қайғылы кезеңдеріне ғана шұқшия бермей, көңілге қуаныш ұялатар жаңалықтарға да сүйсіне білетіні дер едік. Еліміздің орталық Астанаға ауысқан алғашқы күндерден бастап-ақ, отандастарымыздың көкейінде жас қаланың жарқын бейнесін қалыптастыру ісіне өз үлесін қосуға құлшына кірісті. Бұл орайда елімізде қолға алынып жатқан өзгерістерді шеберлікпен суреттеумен шектеліп қалған жоқ. Президент Нұрсұлтан Назарбаев пен басқа да басшылардың орасан зор күш-жігер жұмсауының арқасында қол жеткізілген нақты жетістіктерді көре білді. Дүниежүзілік қауымдастық пен өз халқымыздың санасында тәуелсіз Қазақстанның жаңа бейнесін қалыптастыруға белсенді түрде ат салысты. Еліміздің басшылығы да қарап қалған жоқ. Кейіпкеріміздің ұзақ жылдар бойы тынымсыз еңбек етіп, сан мыңдаған парақтарға төккен маңдай терін лайықты бағалады. Жалпы қандай журналист қандай тақырыппен айналысса, соны терең зерттесе, бұл тақырып өз шығармашылығына үлкен әсер етеді. Біздің Қайсар ағамыз Міржақыптың өмір баянын, өмір жолын зерттеп, айдауда болған жерін көріп, барлығының басқасында болып жазып, өзі де сол Міржақып басталған үлкен қазақ журналистиканың дәстүрін жалғасы сияқты болып үлкен толғаға айналды осы кезде. Соны біз айтуымыз керек, бұл үлкен жетістік.
Жасы 70-тен асқанына қарамастан кейіпкеріміз бұрыннан қалыптасқан жазушы үйінде отырады деген ұғыммен келісе бермейді. Керісінше спортпен шұғылданып, тәні мен жанын бірдей саулықта ұстауға тырысады. Қайсардың қасиетті Меккеге қажылық сапарға аттануын ұзақ жылдар бойы рухани кемелдікке ұмтылуының жемісі деуге болатын шығар. Сөйтіп ол Қалдыбай атасының күндердің күнінде ұрпақтарының бірі қажы атанса шіркін деген арманын жүзеге асырды. Қажылық сапардан алған әсерінің күштілігі соншалық, Қайсар Әлім Мекке Мәдинам менің деп аталатын кітапты бір деммен жазып шықты. Онда адам баласының жаратқан жалғызға деген махаббаты мен шексіз ризашылығы тебіреніске толы толғаныстар арқылы әсем өрнектелген. Өзім қағбаны бірінші күн айналғанда, емен бұрышы жағынан қос қолымды қабырғаға тигізіп, көзден жас парылады. Екінші айналымда былай өттік, үшінші айналымда қара тасқа келіп, 2-3 түркін ұмсынып қолым тимеді. Төртіншісінде артымнан біреу итергендей болды дағы, қара тасқа осы 5 саусағым тиіп, сонда да ақыл текіл көз жасына ерік бердім. Бұл не? Бұл деген құдіреті күшті Алланың әр мұсылманға берген үлкен сыйы. Иманды жастарымыз, иманды орта буын өкілдері, иманды қарияларымыз көп болса, біздің мемлекетіміздің болашағында нұрлы, жарқын болатынына сенім зор. Адамның шынайы толысқанымен өзіндік тұлға болып қалыптасқаны, оның қандай жағдайда да адам атына лайықты бола білгеннен көрініс тапса керек. Біздің кейіпкеріміз де сондай адамдардың қатарына жатқызуға болады. Қайсар Әлім ұйқыдан ерте тұруды әдетке айналдырған. Мақталса да, марапатталса да, кезекті кітабын немесе мақаласын жазып бітірсе де, ешқашан көңілі тоят тауып, төсекте түске дейін жатып көрген емес. Өйткені қандай жетістікті де місе тұту, табысын мақтан тұту дегенді білмепті. Күн сайын таң алдында ұйқысынан оянып, жаңа күнді жаңадан бастайды. Барымен жоғы, бергенмен алған үшін, Тәңірге шын жүректен ризашылық білдіреді. Бұл өмірде әлі қалам тартылмаған, тартылса да сыры толық ашылмаған қаншама тақырып бар. Кейіпкеріміз соның бәрін саралап, таланты мен тәжірибесі арқылы сол тақырыптардың қайсысын жарқырата аша алатынын пайымдап алады. Тек содан кейін ғана не мақала, не кітап түрінде жарық көретін болашақ туындыны зерттеуге кірісіп, тереңнен толғай бастайды. Нағыз жазушының жер бетіндегі шынайы өмір жолы осындай тынымсыз ізденістен, табанды еңбектен тұратын болса керек. Біздің кейіпкеріміз өз халқының төл перзенті, жалынды патриоты, замандасымыз Қайсар Әлім осы жолды таңдапты. Оның осындай таңдау жасауына халқымыздың атаңызға айналған қайраткері, елім, халқым, ұрпағым деп еңіреп өткен алаш ақыны Міржақып Дулатовтың мына жолдарда себеп болған шығар. Тұрғанда тән сәлемет неге отырсың, жеріңе көңілге алған барып қалмай. Жармасып жағаласпай дәнеңе жоқ, тиесілі сыбағаңды алып қалмай. Уақыттың есесін жібермеу, өмір мәнісім осы. Ал қазір тәуелсіздік қаламымызға тың күш бергендей болды, екінші өмір бергендей болды. Жүрек сөзін жаздық. Ұлтымыздың мұң-мұқтажын жоқтадық, шын табысын жырладық. Болашақ күндерге қазақ қандай күйде жетеді, тілі қандай болады, діні қандай болады, ділі қандай болады. Жалпы қазақ бейнесі жаһандану тұрғысындағы әлемдік өзгерісте қандай биіктен көрінеді, мұңды боп па, жарқын боп па, неге осы тұрғыда жүрегің күңіренеді, қаламсабың жорғалайды.
мінекей бұл бақыттың көкесі қаламгер үшін.